Ассалаумағалейкум қазақ елі. Біз бүгін қазаққа кең танылған турниктің 3/1 деп аталады. Приватный турникті көрсететін боламыз. Бұл енді сатып алатын емес, қолдан жасап алатын турнигіміз. Сатып алатын болсаңыз, қазір ол турникте 25 мың, 30 мыңнан асып кетеді. Ал егер де мынаны үйде жасайтын болсақ, 25-тік трубаңыз болатын болса, әр кетсе 5 мың теңге шығар. Сварка істеу білетін болсаң, шамалы геометриядан хабарыңыз болса, осылай істеп аласыз. Қазір енді яқта жігіттер көрсетеді. Бірінші турникке тартылады. Қараңыздар. Міне көрдіңіздер ме? Оп-оңай үйге орнатып қоямыз. Осындай міне. Міне турникке тартылды. Қазір енді брусья міне. Міне қазір міне алдыңыз. Екі-ақ көрдіңіздер ме? Ілінетін екі-ақ жері бар. Міне келді. Енді міне ілдік. Көрдіңіздер ме? Ол 120 килограммға дейін көтереді мынау салмақты. Міне кеттік. Қараңыздар, брусья бола қалып дайын. Қалаға шығып әуре болмайсыз. Міне бір. Көрдіңіздер ме? Міне брусьяға тартылып жатсыз. Үйде отырып качок боласыз ғой, сыртқа шығып, жаңбыр, қыс, суық демейсіз. Көрдіңіздер. Ал енді үшінші жағдайы бар. Үшіншісі арқаны тірейтін көрдіңіздер ғой. Қазір енді пресс жасаймыз. Міне. Пресс жасаймыз. Мына көрдіңіздер ме? Міне. Іште көбіктер пайда болады осыдан. Ал енді міне көрдіңіздер, 25 труба бояп шыққан. Мына жақта мына спинка, арқасы. Кәдімгі оның арқасы, кәдімгі темір, мына жағы кожа, ішінде губкасы бар. Мына жақта міне көрдіңіздер, ұстайтын, ертең қолыңызға мындай болмайды, ауыртпайтын арқалығыңыз. Мына жақта міне көрдіңіздер, мыналарда нешелік еді мынау? Кругляк. Мына жаққа келетін болсақ, мына бекіткен жері, кәдімгі 19 мен бекіткен, екі мықты материал, ілмегі. Осындай оп-оңай. Мына 20-лық квадратымыз, мына қалың паласа, 25-тік труба. Ұмытып қалмаңыздар достар, осындай істеуіңізге болады. Мына турникке келетін болсақ, мына жағынан да ұстай бересіздер, мына арадан да істей бересіздер. Мына жақтан да сыртын, аяғында полиэтиленмен қаптап қойған сыртын, қолыңызға жақсы болу үшін. Осылай үйде отырып қолдануыңызға болады. Сіз сонда ақшаңызды үнемдейсіз ғой. Мына қайтадан келдік. Оппа. Мұны қайта орнына тас етіп тұра қалды. Мұны қайта тартылып кете бересіз. Міне осындай міне көрдіңіздер ме? Мынау енді міне крыло шығаратын болсаңыз, осылай тартылуға болады. Осылай тартыла бересіздер. Спортпен айналысамыз. Әділ Дарабоз каналына тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.